Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Ертеде орман патшасы арыстан орман ішінде тамақтанып, қарнын тойғызып, ұйықтап кетеді. Сол жерде бір тышқан ойнап жүреді. Ол арыстанды көріп жақындап, үстіне шығып секіреді. Құйрығынан сырғанап ойнайды. Бір кез арыстан ұйқысынан ызаланып оянады. Тышқан қорқып қаша жөнелгенде, оны арыстан үлкен қолдарымен ұстап алады. Оны алып жемек болғанда, тышқан қорқып, «Мені жемеші, енді саған жоламайтын боламын», деп жалынады. Арыстан тышқанның сөзіне көніп, «Бақытыңа орай, қарным тоқ, жаңа ғана тамақтанып алып едім», деп оны босатады. Тышқан қуанып, жүгіріп, ойнап кетеді. Бір күні арыстан орман ішінде келе жатып, аңшылар құрған тұзақ торға түсіп қалады. Тыпырлап бар даусымен ақырады. Бірақ тордан шыға алмайды. Аңшылар қуанады. Олар арыстанды алып кету үшін ауылға арба әкелуге кетеді. Тышқан жақын маңда жүрген еді. Ол арыстанның ақырғанын естеді. Оны құтқару үшін жүгіріп келеді. Келсе, арыстан тор ішінде тыпырлап жатыр екен. «Уайымдама, патша арыстан, мен сені құтқарамын», деп секіріп, құйрығымен жорғалап төбеге шығады. Ол тістерімен арқандарды кеміріп, қиып жібереді. Арыстанды тұзақтан құтқарады. Арыстан кішкентай болса да, оның көмектесе алатынына көзі жетіпті. «Енді сен менің досымсың, саған тиіспеймін. Арқама шығып ойнағың келе ме?» дейді. Тышқан бұл сөзден қуанып кетеді. Оның артына шығып, секіріп, құйрығынан ойнап жүреді. Сол кез аңшылар келеді. Арыстанды көріп қорқып кетеді. Арыстан бар даусымен ақырғанда аңшылар қорқып қаша жөнеледі. Солай арыстан мен тышқан дос болып қалады.